Құлпытастағы жазу. Авторы Мықтыбек Орастайұлы. 2 күн зыр етіп өте шықты. 2 күн бойы досым есімнен кетпеді. Жасы небәрі 40-та ғана. Ана түстің тегін емес екенін жайлы ойлай, ой түбіне жете алмай, оны өліп қалады деп іштей жорамалдағаным үшін өз-өзімді жазғырып алдым. Түс ауған соң үйіне қарай аяңдадым. Досым ауласында машинасын қыздырып жатыр екен. Аман екенін көріп шүкіршілік еттім. Жолың болсын. Орталыққа, дүкенге келіншегім анау-мынау продукт әкеліп бер деген соң. Бүгін ешқайда бармай-ақ қойсаң қайтеді осы? Неге? Білмеймін, біртүрлі болып тұрмын. Досым күлді. Өткендегі түс шығар, сені уайымдатып жүрген. Қорықпа, өлмеймін. Өлсем де бұл дүниеден өткен адамдардың біріншісі де, соңғысы да мен емеспін. Кім өлмей жатыр дейсің? Ол дұрыс қой, бірақ мезгілсіз өлімнің несі жақсы? Мезгілмен өлетіндей бәрі менің қолымда деймісің? Қызықсың сен де. Үйінің сыртқы есігінен келіншегі басын қылтитты. Әй, барсаң тезірек барып келсейші, кешкі асты ертерек пісірейін де. Келіншегім бір түрлі жақтырмай қалды. Досымды ажалға итермелеп тұрған секілденді. Досым машинасына отырды да, сен қайда барасың, деді маған. Ешқайда, жай өзім жүрмін. Отыр ендеше, үйіңе жеткізіп салайын. Біздің үйге тез жеттік. Машинадан түсе, абайлап жүрші, жайыра қайда, қайтадан шеткі көшемен қайт, деп ескертуді де ұмытпады. Досым ақырын қозғалып жөней берді. Көзіммен ұзатып салдым. Соңғы көруім шығар деген ой санама келе болды. Құдай сақтасын, дедім артынша. Үйдің қақпасын аша бере, тарс ете қалған дауыс құлағыма келді. Біздің үйдің ауласынан небәрі 2-3 үй арығы ғана жердегі бұрылыстан шыққан сияқты. Артынша адамдардың у-шуы құлағыма жетті. Әлде бір тревоганы көз алдына әкелетін шу. Досыма бірдеңе болғаннан сау ма? Жалма-жан солай қарай жүгірдім. Жүрегім кеудемді тесіп жіберердей болып атқақтап, не ойлап үлгермедім десеңші. Түнде көрген түсім, өзгертілмейтін тағдыр, ондағы бейіттегі уақыт, шынымен де түстің айны қатесіз орындалғаны ма? Құдайдың құдіретіне таңғалып отыруға мұршам да жоқ еді. Жүрегім әлсіз болса талып қалар ма ем? Талмадым. 10 шақты қаралы адам жиналып қалыпты. Қазір ғана солай қарай кеткен досымның жигулиі бұрылыстағы айыр бағанаға тұмсықтан қадалыпты. Зәрем зәр түбіне кеткен. Мен дереу рул жаққа ұмтылдым. Бетінде қан сөлі де қалмай, бозарып кеткен досымды жұрттар машинадан көтеріп алып жерге түсірді. Әлде біреулер үйінен көрпеш әкеліп, сыз жерге төсеп, досымды сонда жатқызды. Адам аман ба? Бірінші сұрағаным сол болды. Аман екен. Еш жері ауырмап па? Досым сау сияқты. Су ішкіздік. Өз-өзіне келе алмай біраз жатты. Адамдар дабырласып жатқан. Бетоннан құйылған электр бағанаға соғылған жигулиі 2 бүктелуге сәл қалыпты. Қазір мына машина өртенуі мүмкін. Қашыңдар бұлай, балаларды алыңдар, деді арамыздан әлде біреу. Айтқанындай, аздан соң машинаның мотор жағы лау етіп өртене жөнелді. Сол кезде жедел жәрдем сигналдата келіп, досымды алып кетті. Бұрылысқа жете бере досымның машинасының самоторможениесі ұстап қалыпты. Яғни, бір дөңгелегінің тежегіші өз-өзінен іске қосылып, машина рульге бағынбай бір жаққа қиғаштай тартқан. Бұрын мұндайды көрмеген досым сасқалақтап, тежегішті емес, газды барынша басып жіберген. Ар жағы түсінікті. Бағанға соғылып, көзінің оты жарқ ете қалған. Өлдім, деп ойлап үлгеріпті. Мотор жағы өртенген, ескі көлік енді жөндеуге келмейді. Әлгі жайсыз түсті тағы да есіме алдым. Құрсыншы, көлігіне көрінсін. Бар бәле сонымен жоғалсын, дедім.
Ертесіне досыма ауруханаға бардым. Кей сүйектері ауырып қалғаны болмаса, оншалықты қауіп жоқ деген хабар келген соң тыныш ұйықтағанмын. Мені көріп күлімдеген досыма көзім түсті де 12 желтоқсаннан аман өткеніне қуандым. Тынышталдырғыш укол ғана жанымды сақтап тұр. Әйтпесе денем қақсап ұйықтай алмай шығарым. Мейлі, бұл да өтер, аман қалғанды айтсайшы. Машинаның өртенгенін естіпті. Кәдімгідей ішім ашып жатыр. Өз еңбегіме сатып алған көлік қой. Қанша дегенмен әлі біраз жыл тоқтамай жүріп тұратын еді. Әлде де көрер жарығым бар екен. Мен жақтағы дөңгелектің тежегіші қатқанда сол жерде тіл тартпай кетерем. Пысықтығым ұстап, белдігімді ауылда да тағып жүретінімнің бір пайдасы дейді. Мен де өз ойыммен әлекпін. Үйімнің тұсында түсіп қалғанымның дұрыс болғаны кешелі бері енді мойыма тепті. Онымен бірге дүкенге барғанымда не болар еді деген ой пайда болуы мұң екен. Денем дірілдеп кетті. Тірі қалғанына шүкіршілік етсе де, бәрібір дүние өзекті өртемей тұрмайтын сияқты. Өткендегі жайсыз түсі мына апатқа көрінген секілді. Айтпақшы, бүгін де түс көрдім. Қандай түс десейші? Сенің де түсің таусылмайды екен, тағы да бейіт жайлы ма? Иә, дәл таптың. Бірақ бейіт жоқ, таппадым. Орным біреу тегістеп кеткен бе, қайда екенін іздеп сандалып жүр екенмін. Қызық, Несі қызық? Өлімді ойлай бермесеңші олай. Өзің солай көп ойлайсың да, түсіңе әрдеңе кіріп, жынды болып жүресің. Өмірге келген соң ештеңеге алаңдамай өмір сүрсейші. Өлім онсыз да түбі бір келеді. Досым ақырын ғана күлді. Жарайды, мақұл. Енді бұл жайлы айтпаймын. Оның тезірек сауығуын тілеп, ауруханадан шықтым. Содан бері милициялардың көзінше ғана емес, ауыл ішінде де көлікке мінсем болды, белдікті мұқият тағып жүретін болдым.